Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін біз кореянкаға айналатын боламыз, яғни перевоплощение жасаймыз. Бұл видеоны бастамас тұрып, менің арнама тіркелуді және де осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Міндетті түрде жасаңыздар. Ендеше видеомызды бастаймыз. Бүгінгі видеода айтқанымдай, мен кореянкаға перевоплощение жасаймын, яғни дәл сол кореяның қыздары сияқты прическа, макияж деген сияқты жасап, солай тырысып көремін. Ең бірінші біз ол макияж жасайтын боламыз, бірақ оны жасамас бұрын мен шашымды жинап аламын. Барлықтарыңыз білетіндей, кореянкалардың беттерінің терісілері өте ақшыл, әппақ болып тұрады, сондықтан біз қазір менің бетімді ағартатын боламыз. Ол үшін мен кушонды қолданамын, себебі оның түсі менің теріме қарағанда өте қатты ақшыл, және де көзімді астына осы консилерді қолданатын боламын. Бұл да консилердің түсі менің терімнен бірнеше есе ақшылдау болғандықтан осыны қолданамыз. Қараңыздар, мынау менің қолым терім түсі, мынау менің бетім өте қатты ақшыл болып кетті. Вампир сияқты. Келесі бізде ол мына консилерді жағамыз көзіміздің астына. Мен көптеген туториаларды қарап шықтым. Корейский макияж жасайтын, және де ол жақта қыздар өздерінің беттерін румяна жағады, қызыл түсті беттерін кішкене қызартады. Сонда олардың түрлері сүйкімдірек көрінеді екен. Сондықтан біз де дәл қазір солай істейміз. Мен румянаның орнына осындай помада қолдана саламын. Қып-қызыл, түсініксіз помада. Соны қазір румяна қылып қолданамыз. Кішкене сәл ғана жағамыз. Мен профессионалды түрде боянбайтын адаммын, сондықтан да біз қазір солай эксперимент жасайтын боламыз. Міне мен көзімді бояп болдым. Көзімнің мына бұрыштары ақшыл болып тұр. Енді мына көзімнің мына бұрышына, көзім осы жеріне, қабағыма яғни, мен қою қоңыр түсті теңімен бояп шығатын боламын. Бұл үшін осы бір палетка теңейді ме, соны аламыз. Мен осы немесе мына осы екеуін біреуін, соларды қолданып бояп көретін боламын. Неке достар, ендігі кезек ол ерінде. Мен қасымды боямаймын, осылай қалдырамыз. Сондықтан қазір ернімізді бояймыз. Болды, енді біз қазір прическа жасайтын боламыз. Мен шашыма ерекше шаш үлгісін жасамаймын, сондықтан қазір жіберген кезде осында бір кішкене ғана бөлігін өріп қоямыз. Осындай шаш үлгісі қазіргі таңда Кореяда өте сәнді болып трендке айналып жатыр. Оны көптеген айдол қыздардан байқауға болады. Егер сіз кей-попер болсаңыз және соның барлығын қарап жүрсеңіз, онда шынымен де байқауларыңыз болады. Өйстіп жай ғана шаштан кішкене ғана бөліктерін өйстіп өріп қояды. Неке достар, осылай шықты мен шаш үлгім және де макияж. Және де қазір ең бастысы біз суретке түсетін боламыз. Сіздерге кейіннен нәтижесін көрсететін боламын. Осымен достар, менің видеом аяқталуда. Егер де сіздерге осындай видеолар ұнаса, лайк басып менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар, және де міндетті түрде менің инстаграмыма тіркеліп кетіңіздер. Мен сіздерді сол жақта күтетін боламын. Сау болыңыздар.